Маңғыстау облысының мұнай өндіру кәсіпорындарындағы жағдай тұрақты. Өндіріс орындарындағы күнделікті жұмыс тоқтаусыз жалғасуда. Жаңа өзінде болған оқиға компанияның мұнай өндіру қарқыны мен өнім көлеміне еш нұқсан келтірген жоқ. Мұнайшылар бұрыннан қалыптасқан жұмыс кестесіне сай еңбек етуде. Маңғыстаумұнайгаз компаниясы аттас аймақтағы 2 ірі кен орны Қаламқас және Жетібайда мұнай өндірмемен алысады. Журналистерге Жетібай кенішінде болып, мұндағы жағдайды өз көздерімен көру мүмкіндігі берілді. Қазір Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасында 1118 адам еңбек етеді. Олардың барлығы күнде жұмысқа шығып, мұнай өндіру жұмыстарын бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Жұмысшылар мұнай саласының мемлекетіміздің бүкіл экономикасы үшін аса маңызды екендігін жақсы түсінеді және кез келген еңбек тартыстарын келіссөздер арқылы шешуге болатынына сенімді. Осы Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасында осы соңғы кездегі болған жаңа өзендегі оқиғалар біз енді өкініп тұрып, сондай болғанда сондайларды бейбіт жолмен жасау керек. Жетібай мұнайшылары жылдық жоспардың артығымен орындалатынына сенімді. Өткені күн сайын мұнда өндірілетін мұнай көлемі жоспардағы мөлшерден асып түсуде. Желтоқсан айының жоспары бойынша тәулігіне 4318 тонна қара алтын өндірілуге тиіс. Ал ұжым мүшелерінің бірлігі мен алаңсыз еңбек етуі жақсы көрсеткіштер кепілі. Оларға қол байлау бола алатын тек Маңғыстаудың қатал табиғаты ғана. Енді кешегі мына өзенде болып жатқан оқиғаға байланысты бізде ешқандай мінерде біздің өз мекемеміз жағынан ешқандай жұмыс тоқталған жоқ. Кешегі бір айдың жаңағы мына ауа райының жағдайына байланысты 19-ы, 20-сы, 21 күндері көз көрсетпейтін шаң болды. Техниканың жүруге ешқандай мүмкіндігі болмады. Сол уақытта жаңағы техниканың әсерінен азғантай тоқтады, бірақ ол жаңағы шаң басылғасын барлық техника жұмыстарына шығып жұмыс жасап кетті.